Annyeonghaseyo, Yorobon, сәлем достар, сіздермен мен Әсел және Кимчи ТВ. Осы видеоны көріп, корей тілін үйреніп жатқан жастар, сіздер өз армандарыңызға жету үшін үлкен қадам жасап отырсыздар. Себебі бүгін біз ең маңызды жалғау түрі, яғни ИЕО жалғауларын өтетін боламыз. Сонда ИЕО жалғаулары зат есімге жалғанып, оны етістікке айналдырады. Сонда болып табыламын, боламын деген мағынаны білдіреді. Енді қай кезде ИЕО, қай кезде ИЕО жалғаулар жалғанады, соны айтып, айырмашылықтарын білетін боламыз. Сонда мұндағы ИЕО жалғауы қай кезде жалғанады айтып өтейін. Егер зат есім дауыссызға аяқталса, яғни подчинге аяқталып тұрса, сөз зат есім, сол кезде осы ИЕО жалғауы қасында жалғанады. Мысалы, чигогын соңсаңнем ИЕО. Екінші чонын әсел деп айтуға болмайды, жай ғана чонын әсел деуге болмайды, ол дұрыс емес болады. Яғни чонын әсел ИЕО, мен әселмін, мен әсел болып табыламын деген сияқты осы ИЕО жалғауын жалғаймыз. Игосын мулиео, бұл су деген сөз. Одан бөлек осы ИЕО жалғаулары хабарлы, сұраулы сөйлемдерде де жалғанады. Мысалы, дәл осы сөздің хабарлы түрін айтып өтсек, игосын мулиео, яғни бұл сума. Сонда достар, сұраулы сөйлем кезде интонация жоғарыланады. Яғни мулиео деп сұрау белгісімен жоғары интонацияда айтамыз. Егер достар керісінше зат есім дауыссызға емес дауыстыға аяқталса, ИЕО жалғауы жалғанады екен. Мысалы, чонын айдана ИЕО. Мен айданамын деген сөз, яғни мен айдана болып табыламын. Жай ғана чонын айдана деп қоюға болмайды. Алдын айтқан сияқты чонын әсел деуге болмайды. Чонын әсел ИЕО, бұл жерде дауыстыға аяқталып тұрғаннан соң, мұндағы соңғы әріп айдана дегендегі А әріпі дауысты болып тұр. Сол себепті мұндағы ИЕО жалғауы жалғанады екен. Екінші Иса ИЕО, яғни дәрігермін. Келесі Дина ИЕО деген сияқты осы дауыстыға аяқталып тұрса, бұл жерде де қайталап өте салайын. Аға аяқталып тұр дауысты. Мұнда да аға аяқталып тұр. Себебі дауысты. Сол себепті осындағы ИЕО жалғауы жалғанады екен. Яғни зат есім тағы да қайталап өтейін, етістікке айналып кетеді. Осы жалғаулар жалғану арқылы болып табыламын, боламын дегенге жауап береді. Ең маңызды грамматиканы ұмытпай, міндетті түрде жазып алып жүріңіздер. Тағы да айтып өтейін, егер бірдеңе түсініксіз болып жатса, маған жазсаңыздар болады, немесе комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде бірге қарастыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл алдыңғы сабақ сияқты ұзақ әрі қиын емес, оңай, бірақ тағы да қайталап өтейін, ең маңызды білу қажет жалғаулар түрі. Сол себепті жаттап түсінікті болды деген ойдамын. Енді осы жалғаулар арқылы ең оңай сөздерді алып комментарийға жазып көріңіздер, тексеретін боламын. Немесе өз есімдеріңізді жазсаңыздар, осы жалғауларды жалғап көріңіздер. Егер есімдеріңіз дауыссызға аяқталса ИЕО, ал дауыстыға аяқталып тұрса ИЕО жалғауын жалғап көріңіздер. Егер телефондағы клавиатураларыңызда осы корей тілі клавиатурасы болмаса, міндетті түрде настройкаға кіріп тартып алыңыздар, себебі керекті болады, пайдалы болады. Және ары қарай өзіңіздің көп хабарласатын контактілеріңізді, ата-аналарыңыздың, достарыңыздың есімдерін корей тілінде жазып қойыңыздар. Күнде қарап, жаттап, кейін корей тілін тез оқитын боласыздар. Достар, сабақтың барлығы сіздерге пайдалы, түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Сол үшін мені де қуантып, видео ұнаған болса лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, вы подписаны деген жанында колокольчикті, яғни қоңырауды басып қойыңыздар. Жаңа видеолар бойынша уведомление келіп тұрады және жаңа сабақтарды сол себепті әртүрлі тақырыптағы видеоларды жіберіп алмай бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсел Анни. Келесі кездескенше, аньян!